Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балаларға таңғы асты жасап көрсететін боламын. Өте керемет дәмді болады, әрі балалар сүйіп жейтін тағамдардың бірі деп айта аламын. Бұны хот-дог деп те айтсақ болады, үй жағдайында жасалатын. Бізге керегі аз ғана нәрленнің колбасасын аламыз да, және екі қызанақ кетеді. Осыны ортасынан бөлеміз де жіңішке етіп турап аламыз. Қызанақтарымызды осылайша етіп турап аламыз. Барлығын турап алғаннан соң бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Міндетті түрде жасап беріңіздер балаларыңызға, өте керемет дәмді болады. Балаларым сүйіп жейді. Мектепке алып кетуге де болады. Мектепке салып берсеңіздер, қарны ашыққан кезде жесе өте тойымды тамақ деп те айта аламын. Ендігі кезекте колбасамыздың қағазын аламыз да, сыртында қағазын алып, жақсылап бұны да дөңгелек етіп турап аламыз. Турап алған колбасаларымызды қызанағымыздың жанына қоямыз да, енді менде бір дана нан, осы нанды ортасынан бөліп 4 бөлікке бөлеміз. Төрт бөлген нанның ортасын тағы да пышақтың көмегімен арасын кесіп аламыз осылайша етіп. Кесіп алған нандарымыздың арасына бірінші колбасаларды салып шығамыз. 3-4 дана салсаңыздар болады. Осылайша етіп колбасаны саламыз да, қызып тұрған пешкамызға салып қыздырып аламыз. Пешка дегенде менде бафленица, сол бафленицаның ішіне салып осылайша қыздырып аламыз. Өте керемет болады, қытырлап дәмді болады. Ыстық кезінде жесек, шаймен таңғы асқа өте керемет кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Барлығын осылайша етіп салып аламыз. Егерде қызанақ болмаса, сабызды теркадан өткізіп, сабызды салат қылып, сабыз салат салсаңыздар да болады. Өте керемет дәмді болып кетеді. Майонез, кетчуп құйсаңыздар, өз қалауларыңыз, құймасаңыздар да болады. Осылайша етіп барлығын салып болғаннан соң бірте қызартып алып шығып, ең соңында помидорды саламыз қызанақтарымызда. Қызанақтарымызға аз ғана тұзды сеуіп, дәм беру үшін тұз сеуіп қоямыз. Барлығын осылайша бірте шығарып аламыз. Қытырлақ болып шығады.
Nanның арасын ашамыз да осылайша етіп туралған қызанақтарымызды 3-4 бөліктен салып шығамыз. Қалауларыңызша көптеу салсаңыздар болады. Мен 3-4 данадан салдым осылайша етіп. Міне достар, осылайша етіп бірте-бірте шығарамыз. Бұл тамақ өте дәмді тамақ, жоқ кезде, бітіп қалған кезде, балдардың қарны ашқан кезде әрі тез дайын болады. Осылайша етіп балаларымызға жасап берсек, балаларымыз өте сүйіп жейтін тағамдардың бірі. Міне хот-догымыз да дайын болды. Осылайша етіп дайындап дастарханға ұсынсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын.